Шәкен Айманов қай жерде дүниеге келген? Ой, білмеймін. Ойланып көрейік. Шәкен Айманов? Танисыз ба? Енді танимын. Ал енді қай жақта дүниеге келді? Баянауыл. Білмеймін, Баянауыл шығар. Шәкен Айманов? Танисың ба? Иә, негізі танимын. Қай жақта дүниеге келген? Шәкен Айманов. Білмедім ол сұрақты жауабын. Шамамен ойланып көрейік енді. Жалпы негізі осы Павлодар облысында ғой. Баянауыл ауданында. Шәкен Айманов Павлодар облысында, Баянауылда. Ең алғашқы қағаз қай елде жасалған? Қытайда. Қытайда. Китай. Неліктен Қытай? Жапыраққа соған жазылды. Жазды. Ойламайсыз ба, папирус ең бірінші шығарды? Жоқ, ойламаймын. Қытайда. Неліктен Қытайда? Өйткені ағаштардан сол жақ пайдаланып жасады дегенбіз. Папирус дегенді білесіз ба? Иә. Ол қай жақта шығарылды? Папирус Үндістанда. Әлемдегі ең суық астана? Суық астана? Антарктидада шығар, білмеймін. Енді ең суық. Біздің астана. Ең суық астана. Сұрақ білмедім осы жауабы. Осындай бір мемлекет бар, ең суық астана сол. Мүмкін Гренландия елі шығар. Неліктен Гренландия? Ең суық жер ғой, солтүстікте орналасқан. Суық астана? Білмеймін. Ойланып көрейік. Суық астана. Ой, сейчас. Білмеймін. Суық астана. Білмедім. Шайдың отаны? Индия. Неліктен Индия? Себебі онда шай түйіршіктер көп өсіріледі. Индия, скорее всего. Неліктен Индия? Сонда Китайда или Индияда деп ойлаймын. Қытай. Неліктен Қытай? Қытай и Үндістан бұл шайды ең көп шығаратын жер, және шайды көп шығаратын жақсы ол жер. Абай Құнанбаевтың кез келген өлеңін оқып беріңізші. Ой, олай басқа келмей тұр. Жел үстінде жарығайды білемін. Дәл осы сәтте оқу керек па? Бір кішкене үзінді. Жел үстінде жарығай, сәулесі судан... Білмедім, есінен шығып Рахмет, кетті. келді. Кез келген өлеңін. Үзінді. Ғылым таппай мақтанба. Абай Құнанбаев. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуден. Бес нәрседен асық бол, бес нәрсеге ғашық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз. Керемет, рахмет. Ақ киімді денелі, ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жер сықырлап келіп қалды. Керемет, рахмет.